أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін біздің 11-ші күніміз, Рамазан айына дайындық. Ә, Рамазан айына дайындықтың біздің 11-ші күніміз. Ә, Бүгінгі тақырып үзір иелеріне қатысты үкімдер. Иә, үзір иелеріне қатысты үкімдер. Бірінші, үзір иелері дегеніміз кім еді? Иә, ә, үзір иелері бізде оразаға ұстамауына рұқсат ететін адамдар. Иә. Мгм. Үзір иелерінің ораза ұстамауына рұқсат. Оразаның орнына әр күнге димашq бидайының мөлшерінде қаражатын айдың басында не соңында бай болса фидия беруі парыз болады. Егер бай болмаса, Алладан кешірім тілейді. Үзір иелері төмендегідей. Жақсы. Ә, әр күн Димашq деген бұл Сириядағы бір қаланың аты. Иә. Ә, Димашq деп атайды. Сол жақтағы бидайдың мөлшеріндей. Жалпы бидайдың мөлшеріндей деп айтамыз біздер. Ә, Қазір жеке-жеке талқылайық иншалла. Иә. Ә, Бай болса фидия береді, парыз болады фидия беруі. Егер бай болмаса, кешірім тілейді. Бай дегеніміз жеке-жеке түсіндіреміз қазір. Шейхул Фани күн өткен сайын әлсіреп өлуге жақындаған адам. Шейхул Фани деген бұл фидия беретін адамдардың түрлері. Бірінші Шейхул Фани. Күн өткен сайын әлсіреп өлуге жақындаған адам. Яғни бұл кісінің жағдайы не болмайды, жақсармайды. Керісінше күннен күнге әлсіреп уже өлімнің белгілері пайда болып бара жатқан нәрсе. Бұл шейх фани деп атайды. Оразаны ұстауға қауқарсыз адам. Егер қауқарсыздығы созылмалы болса, яғни ораза ұстауға не жетпейді, күші жетпейді мысалға. Иә. Аха, қауқары жоқ. Бұл енді қауқарсыздық деген сөзіміз ол уақытша ма, әлде осылай өмір бақи кете ма? Егер де мұның ауруы, әлсіздігі, қауқарсыздығы созылмалы болса ғана рұқсат етіледі фидия беруге, ораза ұстамауға. Түсінікті ме? Жазылуынан үміті үзілген науқас адам. Жазылуынан үміті үзілген науқас адам. Осы, иә, үкім өмір бойына ораза ұстауды нәзір қылып, оны жасауға күнделікті тұрмысы немесе басқа бір белгілі күнге тұтылған нәзір оразасын ұстау себептермен шұғылданып шейхул фәни болып күші жетпей қалған адамға ғана жүреді. Адамға да жүреді. Яғни бұл үш үкім, үш үзір, қысқасы үш үзір осы береді. Осы үкім өмір бойына ораза ұстауды нәзір қылып, оны жасауға күнделікті тұрмысы немесе басқа бір белгілі күнге тұтылған нәзір оразасын ұстау себептерімен шұғылданып шейхул фәни болып күші жетпей қалған адамға да жүреді. Мысалы, біреу не істеді, ә, нәзір қылды. Нәзір қылу деген сөзіміз ант беру, яғни уәде беріп айту, бір өмірімнің соңына дейін күнде ораза ұстаймын деп нәзір қылды. Сол белгілі себептермен ораза ұстауға қауқары жетпей қалды. Яғни бұл кісі де не болып есептеледі деді, шейхул фани ретінде. Бұл кісі емес, қысқасы. Сөйтіп шейхул фани болып қалған болса, ораза қауқарсыз болып қалған болса, бұл кісі де үзілі болып есептеледі, фидия береді.
шейхул фани болған кезде ораза ұстамай фидия беруі керек дейді. Егер фидия берудің шейхул фани болған кезде ораза ұстамай фидия беру керек. Егер фидия берудің ауырлығын күші жетпесе алладан кешірім тілеп шешімін жеңілдетіп сұрайды. Яғни егер де күші жетпесе фидия беруге бір әр күнін беруге ершедегі алладан кешірім тілейді. Фидияны тек асыл оразадан беріледі. Оның орнын басушы басқа нәрседен емес. Мысалы, Рамазан оразасы не қазасы, нәзір секілді. Тіпті ант, зихар, кісі өлімі, оразасын әдейі бұзу секілді кәфараттар уәжіп болып, құл босатуға, киім кигізуге, тағам беруге шейхул фани болғандығы себепті, немесе ораза ұстау күші жетіп тұтпай шейхул фани болғандығы үшін, күші жетпей қалса да оған фидия беру рұқсат емес. Яғни ә, оразаны асылы деген сөзіміз Рамазанның оразасының қазасы және нәзір. Осы үшеуі ғана, иә. Ә, тіпті ант, зихар, кісі өлімі деген сияқты оразасын әдейі бұзу секілді мысалы кафараттар уәжіп болып бұл құл босатуға, киім кигізуге, тағам беруге шейхул фани болғандығы себепті, немесе ораза ұстауға күші жетіп тұтпай шейхул фани болғандығы үшін күші жетпей қалса оған фидия беру рұқсат емес. Yani жоғарыда айтқан оразалардың өте алмай қалған болса, уәжіп оразаларды бұлардың орнына фидия беру міндет емес дейді. Иә. Ә, мысалға сосын шейхул фани болып мхм, ә, ораза ұстауға күші жетпей қалған иә, шейхул болғандығы үшін немесе ораза ұстауға күші жетпей қалғандығы үшін шейхул фани болғандығы үшін күші жетпей қалса оған фидия беру рұқсат емес. Яғни шейхул фани болып күші жетпей қалған болса, иә, ол яғни фидия беру бізде енді кезегімен ғой. Мысалға бірінші құлды азат етеді негізі, сосын барып не істейді, сосын барып мысалға неден кейін киім кигізеді, тағам жегізеді мысалға, сосын барып фидия береді, яғни ретімен. Осы нәрсені тікелей неге кетіп қалуға, яғни оразаға кетіп қалуға болмайды. Бұлар бірінші ретімен құл босату керек. Бізде енді құлдық деген нәрсе жоқ. Екінші бар, егер құл жоқ болғаннан кейін бізге келесі нәрсе бұл киім кигізу немесе тағам беру. Яғни екеуін біреу таңдау. Яғни 60 күн не істейсіз, тағам бересіз немесе киім кигізесіз, иә. Өйткені бұл жерде ораза кәфараттың орнын басушы. Өйткені бұл жерде ораза кәфараттың орнын басушы. Жақсы. 13-ші бөлім бізде нәпіл оразаларға қатысты күндер. Нәпіл оразаларға қатысты күндер. Қонақ қонақ нәпіл оразаны бұзуға, қонақ күтушіге де үзір болады. Яғни біреу нәпіл ораза ұстап жатыр. Сөйтіп қонақ ретінде біреу келіп қалды, немесе қонаққа біреуге барып қалды. Я біреу қонақ болып келді, немесе біреудің қонақ болып күтіп отыр. Екеуіне де осы қонақтық не болып есептеледі екен, үзір болып есептеледі екен. Нәпіл кезі, нәпіл оразалар. Бұл қарыз ораза, Рамазан оразасы айтқан жоқ бізде. Нәпіл оразалар. Яғни не істейді екен бұлар? Үзір болып есептеледі екен, ашса бола береді деген сөз. Егер оның қазасын өтеуге сенімді болса, егер оның қазасын әлбетте өтеймін деген сенім болса ғана. Егер қонақ күтуші кісі қонақтың тамақ жемей отырғанын жақтырмаса, жемей қойса ренжісе, оразасын бұзады. Яғни егер қонақ күтуші кісі мысалы сіз қонақ қылып күтіп отыр, сіз тамақ жемей отырсаңыз, иә, немесе сізге ренжісе тамақ жемегендігіңіз үшін оразасын бұзады. Иә, осы нәрсені білетін болса.
немесе қонақ жалғыз тамақ ішуді жақтырмаса, қонақ адам қонақ ретінде келді, мысалы тамағын бердіңіз, ол кісі бірақ жалғыз отырып жегенді жақтырмайды, мысалы оразаңызды бұзасыз, амал жоқ. Тамақты үйдің иесіз отырудың көңілі қалатын болса аузын ашады, яғни тамақты үйдің иесіз отырудан көңілі қалатын болса ол кезде ауыз ашады. яғни бұл шариғаттың қарап отырсаң нәпіл оразаларды тіпті адамдардың көңілін биік қойып жатқандығы байқасаңыз болады, иә, қандай керемет. сол себепті қазақта андай жақсы сөз бар ғой, жаңағы үй тамақ үйдің иесімен бірге тәтті деп айтатын. Сол сияқты ыыы, қонақ үйдің иесі осындай бір нелері бар екен бізде шариғатта рұқсат ететін жерлері бар екен. Егер аузымды ашпасам талақсың деп ант ішсе, сөйтіп нәпіл оразасын немесе қаза оразасын бесінге дейін бұзатын болса және қайта қазасын өтеуіне сенімді болса, оразасын бұзады. Егер аузымды ашпасам талақсың деп ант ішсе, сөйтіп нәпіл оразасын немесе қаза оразасын бесінге дейін бұзатын болса, бесінге дейін деген мақсат, бесінге дейін бізде ниеттер дұрыс болып есептеледі, иә, және қайта қазасын өтеуіне сенімді болса, оразасын бұзады. Егер әке шешесі оның денсаулығына уайымдап аузын ашуына бұйырса, бұл жағдайда да әке шешесіне бойұсыну керек болады. Егер қазасын өтейтініне сенімді болса, тіпті түстен кейін асырға жақын уақыт болса да, яғни әке шешесі нәпіл оразалар, жаңағы шатастырмайық, нәпіл оразаларға қатысты. Ә, егер әке шешесі баласын уайымдап тұр, мысалы, иә, сен что-то шыдай алмайтын сияқтысың, оразаны бұз дейтін болса, бұзу керек болады. Иә, түсінікті ма? Бұл нәпіл оразаларға қатысты тағы, иә, шатастыру мүмкін көбейе берміз рамазан оразасына қатысты. Рамазан оразасы емес, бізде нәпіл ораза жатыр. Егер нәпіл оразаны бастап бұзса, қазасын өтеуге уәжіп болады. Егер нәпіл оразасын бастап бұзатын болса, оның қазасын өтеуге керек болады, уәжіп болып қалады. Егер тұтып жатқан нәпіл оразасы хайызбен бұзылатын болса, қазасын өтеу керек болады. Егер тұтып жатқан нәпіл оразасы, нәпіл оразасын бастады, әйел кісі сөйтіп хайыз келіп қалған болса, ол кезде не істейді екен? Оразасын автоматты түрде бұзылады, соның қазасын өтеу керек болып қалады екен. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.